Бәріңізге сәлем достар. Алдыңғы шығарылымда біз Норс Фоллс сарқырамасына барған едік. Ал бүгін сол күннің жалғасын көрсетемін. Түстен кейін Портленд қаласының маңындағы Малтнама Фоллс сарқырамасына жол тарттық. Бұл жерге адам саны шектелетіндіктен кіру үшін алдын ала алынатын рұқсат қағаз қажет. Оның бағасы небәрі $2. Аялдамамыз Малтнама Фоллс деп аталатын жерге келдік. Бұл жерде де сумеркенің бір үзіндісі бар. Мама, қараңдар. Oh my god. Дизайнды. Малтнама Фоллс. Малтнама Фоллс деген жерге келдік. Бұл Орегон штатындағы ең ұзын сарқырама болып саналады. Биіктігі 189 метр. Бұл сарқыраманың тағы бір ерекшелігі дәл ортасында орналасқан Бенсон көпірі. Сарқырама екі деңгейден ағып түседі, ал осы көпірден оны дәл ортасынан тамашалауға болады. Көпір 1914 жылы салынған. Орегон штатындағы ең танымал табиғи орындардың бірі. Жыл сайын мұнда шамамен 2 миллион адам келеді. Мұнаның ішінен жоғарыға барып, ана биігінен көрінетін жері бар. Бірақ о жақта ұзақтау, бізге осы да жарайды. Бұл сарқырама жаңбыр мен қар суымен қоректенетіндіктен жылдың кез келген мезгілінде ағып жатады және әр маусымда өзінше ерекше көрінеді. Қазір бір кемпингқа келдік. Прям орманның ортасындамыз. Eagle Cliff деп аталады кемпинг. Тоже костер жағатыны бар, стол бар. Тек бұл жақта бір несі ағаш, отын жағуға ағашты барлығын тазалап тастағанда, оны бізге сатып жатыр. Бір жағуға $7 дейді. Соны сатып алайын деп жатырмыз енді. $10 распой пока. Нам приписли. А жақсы кісілерді түсірші. American vacation. Ужин ішіп алдық. Тез-тез столдың үстіне жинадық. Біздің қазақша саяхатымыз ұнаса, арнаға қолдау көрсетіңіздер. Келесі шығарылымда біз «Сумерки» фильмінің түсірілген жерлеріне шолу жасаймыз. Бұл фильмнің фанат достары болса, міндетті түрде бөлісіп қойыңыздар.